Бұл мешіттің құрылысын мен бастадым. Назарбаев Нұрсұлтанда мешіт ашты. Нұрсұлтанда жаңа мешіт ашылып, оның салтанатты ашылуына Нұрсұлтан Назарбаев қатысты, деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Осындай қасиетті жұма күні елордамызда мешітті ашып жатырмыз. Бұл тек елордалықтар үшін ғана емес, барша мұсылман үшін маңызды оқиға. Мен осы мешіттің құрылысын бастағаным үшін Құдайға шексіз разымын, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасының айтуынша, тәуелсіздік жылдарында елордада көптеген ғимараттар бой көтерді. Тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің барлық аймақтарында мешіттер ашылды. Алла тағала осы мешіттерде оқылған дұғаларды қабыл етсін. 2019 жылдың наурыз айында өкілеттігім тоқтатар алдында осы мешіттің алғашқы кірпішін қалағам. Менімен бірге еліміздің қазіргі президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та болды. Алладан жарылқап тәуелсіз мемлекетіміздің гүлдене беруін тілейміз, деп қосты елбасы. Бұл мешіт Қазақстан мен Орталық Азиядағы ең үлкен мешіт болмақ. Бас күмбезінің биіктігі 90 метрге жуық, ал мұнаралары 130 метр биіктікте. Мешіт сыйымдылығы 30 мың адамға дейін жетеді. Бұл мешіт Қазақстан мен Орталық Азиядағы ең үлкен мешіт болмақ. Бас күмбезінің биіктігі 90 метрге жуық, ал мұнаралары 130 метр биіктікте. Мешіттің сыйымдылығы 30 мың адамға дейін жетеді.